Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дөңгелек шеңбер. Бұл сабақта біз шеңбер және дөңгелекті ажырата білетін боламыз. Шеңбер дөңгелекті сызып үйренеміз. Шеңбер және дөңгелекке нүктемен белгілеп үйренеміз. Өзімізді бағалаймыз. Мұнда не көрініп тұр? Суретке зер салайық. Цирк алаңы екен. Цирк алаңының пішіні қандай еді? Дөңгелек пішінді болады екен. Олай болса, цирк алаңын айлана аңдар жүгіреді. Цирк алаңының сырты да дөңгелек пішінді. Сондықтан біз бүгінгі сабағымызда дөңгелек және шеңбер жайында білетін боламыз. Бүгінгі сабаққа пайдаланатын құралдар әсіресе циркуль және сусынның қақпағы. Балалар қайда, қалай отырған? Суретке назар аударайық. Балалар дөңгелек үстелді айналып отыр екен. Біз үстелдің бетіне дәл үстінен қарасақ, қандай бейне бар деп ойлайсыңдар? Біздің білетін дөңгелек бейне көрініп тұр. Дөңгелек бейнеге ұқсайтын не барын еске түсірейікші? Машинаның доңғалағы және тиын нақша бар. Басқадай дөңгелек пішінді айна бар екен. Біздің жақсы білетін дискі бар екен. Енді барлығымыз дөңгелек бейнемізді айналдырып қарайық. Бұл дөңгелек бейненің жиегі. Дөңгелек бейненің жиегіне ұқсас біздің өмірімізде не барын еске түсірейік. Біздің ойнағанды жақсы көретін шығырық және суға қалқығыш деген сияқты көп заттар болады. Дөңгелектің жиегін шеңбер деп атайды, ішкі бөлігін дөңгелек деп атайды. Біз және айтқанымызды қайта еске түсірейік. Дөңгелек және шеңбердің ұқсас және өзгеше қасиеті не екен? Біздің өміріміздегі дөңгелек пішінді үстелдер бар екен. Ол біздің білетін дөңгелек бейнеге ұқсас екен. Дөңгелекті айланған жиегі болады. Бұл жиегін шеңбер деп атаймыз. Көріп тұрған боларсыңдар. Енді шеңберді дөңгелектен былай ажыратып алайық. Балалар, дөңгелек бейнені қалай сызамыз? Дөңгелек бейнені сызып көрейік. Олай болса, бұдан да әдемі қалай сызуға болады? Біз дөңгелек бейнені сызғанда ең көп кездесетін сусынның және бәреннің шілінің қақпағы болуға болады. Барлығымыз мұны пайдаланып, өте таза дөңгелек бейнені сызайық. Дөңгелек бейнені сызғанда бәреннің шілінің қақпағын қағаздың үстіне қояйық. Осылай айландырып сызамыз. Енді қайта дәптерімізге сызайық. Біз сонымен екі дөңгелек сыздық. Біреуін дәптерімізге, біреуін өңді қағазға. Енді барлығымыз мына дөңгелек бейнені қиып алайық. Жиегінің дәл үстінен қиямыз. Осылайша дөңгелек бейне дайын болды. Енді барлығымыз дөңгелек бейненің жиегін беттестіріп бүктейік. Бүктедік, енді бүктеу бойымен сызық сызайық. Сызғышты қойып, сызықтың
дәл үстінен сызамыз. Бұлай болды. Енді барлығымыз қайтадан келесі жағына бүктейік. Бірақ бұл екі сызықты қайткен күнде беттестірудің қажеті жоқ. Беттестіруге де болады, беттестірмеуге де болады. Бірақ мына жиегін қайткен күнде беттестіреміз. Енді ашып көрейік. Енді жаңа пайда болған сызықтың үстінен сызайық. Мына екі сызық дәл ортасына қабаттасқан екен. Мына жердегі қабаттасқан нүктені сызып белгілейік. Бұл мына дөңгелектің ортасы. Енді барлығымыз ортасынан дөңгелектің жиегіне дейін өлшеп көрейік. Өлшеп көріңдер. Мұғалімнің сызған дөңгелегі 4 сантиметр 3 миллиметр болған екен. Екі бүктеген жерімен дәл осылай ұстап, жиегін теңестіріп қояйық. Бұған қарағанда дөңгелектің ортасындағы нүкте шеңбердің ортасымен дәл бірдей екен. Дөңгелектің ортасын өлшейік. 4 сантиметр 3 миллиметр. Өлеңді қазақшаласақ, дөңгелек пен шеңбер егіз екен, ортасында бір нүкте негіз екен. Шеңбер дөңгелекпен бірге болып, дөңгелек шеңберді толтырады екен. Осында екі дос болған екен. Балалар, мына тақпаққа ат қойып жаттап алыңдар. Дөңгелек шеңбер туралы біліп алған болсаңдар, өздеріңді бір дөңгелекпен бағалаңдар. Енді барлығымыз дөңгелектегі нүктелердің орнын анықтайық. Дөңгелек шеңберде нүкте қалай орналасады? Мынаған қарайық. Дөңгелектің дәл ортасында нүкте бар. Мұны орта деп атаймыз. Дөңгелектің сыртындағы нүкте, дөңгелектің ортасындағы нүкте және шеңбердегі нүктелерді тауып анықтайық. Дөңгелектің дәл ортасында О нүкте бар екен. Бұл дөңгелектің ішінде орналасқан нүкте екен. Неге десек, дөңгелектің ортасында орналасып тұр екен. О нүкте. Мұнда Т нүкте бар екен. Дөңгелектің ортасында орналасқандықтан мұнда Т деп жазамыз. Енді мұнда А нүкте бар екен. А нүкте қайда екен? Дөңгелектің жиегі, яғни шеңберде орналасқандықтан шеңберге орналасқан нүктеге А деп белгілейік. Мұнда С нүкте бар екен. С нүкте дөңгелекте де емес, шеңберде де емес, дөңгелектің сыртында екен. Дөңгелектің сыртында орналасқан нүкте. Біз дөңгелекте, шеңберде орналасқан нүктелердің орнын білдік. Енді барлығымыз бірнеше нүктені орналастырайық. Мысалы, мұнда бір нүкте қояйын. Дөңгелектің қай жеріне қойдым? Сыртына қойдым. Бұл нүктені К деп атайық. Енді дөңгелектің сыртына орналасқан нүкте деген жерге белгілейік. Енді мұнда бір нүкте белгілейік. Дөңгелектің қай жерінде екен? Ішінде екен. Мұны Е деп белгілейік. Дөңгелектің ортасында орналасқан нүкте деген жерге Е нүктесін қосайық. Енді барлығымыз шеңбердің үстіне М нүктесін белгілейік. Қайда болады? Шеңберде дегендіктен дөңгелектің жиегі болатын шеңбер. Мұнда белгілейді екенбіз. Мұны М нүкте дегендіктен М әріпімен атадық. М нүкте шеңберде орналасқан нүкте екен. О, К кесінді пайда болды. Мұны радиус деп атаймыз. Келесі жағына дейін түзу сызық сызайық. Бұл көк түсті сызықпен жалғастырып сыздық. Түзу сызықтың ұшына нүкте қойып А деп белгілейік.
АО сызық ОК сызықпен бірдей болғандықтан радиус болады. Дөңгелектің ортасын басып өткен АК сызықты диаметр деп атаймыз. Диаметр радиустан неше есе көп екенін байқаңдар. Радиусты 2 есе сыйғызғандықтан 2 есе көп болады екен. Шеңбер дөңгелекті ажырата білдік. Шеңбер немесе дөңгелектің ортасын басып өткен түзуді диаметр дейміз. Шеңбер мен дөңгелектің орта нүктесіне дейінгі сызықты радиус дейміз. О нүкте дөңгелек шеңбердің орта нүктесі. ОА, ОК, ОМ, ОТ кесінділер шеңбер дөңгелектің радиусы. АК, МТ кесінділер шеңбер дөңгелектің диаметрі екен. Шеңбер дөңгелектің диаметр радиусы ортасы жайлы біліп алған балалар, сендерді құттықтаймын. Өздеріңді бір дөңгелекпен бағалаңдар. Балалар, дөңгелек шеңберді қалай сызады? Дөңгелек шеңберді таза әдемі сызу үшін циркуль деген құрал керек болады. Циркуль әр түрлі болады. Оқушылар керектелетін циркуль мынада екен. Циркульдің пішінімен танысайық. Циркуль 2 сирақ бір тұтқадан тұрады. Бір жағында инесі бар. Келесі жағына қарындашты орналастырамыз. Қарындаш инесі бар жағынан кішкене ұзындау болатындай етіп тарылтамыз. Осылай қатайтамыз. Біз 2 см радиусты дөңгелек сайық. Алдымен ортасын белгілейік. Циркульдің 2 сирағының ортасындағы қашықтықты 2 см деп тарылтамыз. Циркульдің инесін ортасын белгілеген нүктеге шаншимыз. Шаншығанда сирақтың ортасындағы қашықтықты қозғалтпай өте абайлап шаншимыз. Бұдан кейін тұтқасынан ұстап айналдырамыз. Сөйтіп, циркульдің қарындашты бөлігінде сызық пайда болып, ол дәл шеңбер пішінді болды. Енді радиусты белгілейміз. 2 см. Шеңбер, дөңгелек екеуі айырмашылықта. Дөңгелек болдыру үшін мұның ортасын толтырып бояймыз. Осылай 2 см радиусты дөңгелек сызылды. Мұның диаметрін табуға болады. Диаметрді тапқанда радиусты 2 есе арттырып 4 см. Радиус ұзындықтың өлшемін анықтайтындықтан сантиметр деген атаумен аталады. Шеңбер дөңгелек сызу амалын үйреніп алған балалар, сендерге рахмет, өздеріңді бағалаңдар. Шеңбер дөңгелектің радиусын қалай табамыз? Бірінші есеп. Кішкентай шеңбердің радиусы 4 см болса, үлкен шеңбердің радиусын табыңдар. Кішкентай шеңбердің радиусы 4 см болса, үлкен шеңбердің радиусы жасыл шеңбердің радиусы деген сөз. Үлкен шеңбердің радиусы мынаған дейін екен. Олай болса, шеңбердің ортасынан келесі қырына дейінгі мына бөлік бірдей екен. Үлкен шеңбердің радиусы кішкене шеңбердің радиусынан 2 есе үлкен екен. Сондықтан 4 8 см. Үлкен шеңбердің радиусы 20 см болса, кішкентай шеңбердің радиусы қанша болады? Үлкен шеңбердің радиусы 20 см. Кішкентай шеңбер оның тең жартысында орналасқан. Үлкен шеңбердің радиусының тең жартысында кішкентай шеңбердің радиусы бар екен. Енді қалай табамыз, балалар? Бұдан 2 есе аз пішінді болғандықтан бөліп 10 см. Келесі есеп. Дөңгелектің радиусы 8 см болса, шеңбердің радиусын табайық. Мынаған қараңдар, алдыңғы есептерде барлығы шеңбер болған. Ал мұнда дөңгелек кіріп келіпті. Сыртында шеңбер екен.
мына үлкен шеңберде бірдей кішкентай екі дөңгелек сыйған екен. Дөңгелек дегенде мына күлгін дөңгелекті айтып отыр екен. Дөңгелектің радиусы 8 сантиметр. Олай болса, шеңбердің радиусы дегенде мына үлкен шеңбердің радиусы, яғни дәл ортасындағы нүктеден қырына дейінгі қашықтық деген сөз. Суретке қарасақ, 8 сантиметрді 2 есе арттырамыз, яғни дөңгелектің диаметріне тең болады. Сондықтан шеңбердің радиусы 16 сантиметр. Келесі есеп. Шеңбердің радиусы 8 сантиметр болса, тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін табыңдар. Шеңбердің радиусы 8 сантиметр. Бұл өлшем қайта бұған дейін нешеу болады? 8, 8, 8. Бұған қарасақ, тіктөртбұрыштың ұзындығы шеңбердің радиусынан неше есе артық екен? 4 есе артық екен. Сондықтан тіктөртбұрыштың ұзындығы 32 сантиметр. Енді барлығымыз енін табайық. Ені шеңбердің несіне тең екен? Диаметрімен бірдей болғандықтан ені 16 сантиметр. Жарайды балалар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Суретке зер салыңдар. Кім дөңгелек сызған? Болыр дөңгелек сызған екен. Дөңгелекті дұрыс таныған балаларды құттықтаймын. Бір дөңгелекпен өздеріңді бағалаңдар. Сүлдің сызған шеңберінің несі 4 сантиметр екен? Радиусы ма, диаметрі ма? Радиусы 4 сантиметр екен. Радиусын дұрыстап таныған балаларды құттықтаймын. Бір дөңгелекпен өздеріңді бағалаңдар. Келесі шеңбердің нүкте, дөңгелектің ішіндегі нүкте, дөңгелектің сыртындағы нүктелерді табайық. Барлығымыз болырдың сызған дөңгелегіне назар аударайық. Шеңбердегі нүкте қайда екен? К нүкте. Дөңгелектің сыртындағы нүкте М нүкте. Дөңгелектің ішіндегі нүкте О нүкте екен. Дөңгелектегі нүктелерді тапқан балаларды құттықтаймын. Бір дөңгелекпен өздеріңді бағалаңдар. Дөңгелектің радиусы 2 сантиметр 5 миллиметр болса, квадраттың жартысының ұзындығын табайық. Квадраттың ішіне дөңгелек дәл сыйып орналасқан екен. Сондықтан квадраттың жартысы дөңгелектің диаметрімен тең болып көрініп тұр. Сондықтан 5 сантиметр. Өздеріңді бір дөңгелекпен бағалаңдар. Келесі есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы 40 сантиметр болса, шеңбердің диаметрін таңыңдар. Тік төртбұрыштың ұзындығы 40 сантиметр. Біз шеңбердің тек диаметрін табамыз. Шеңбердің диаметрі тік төртбұрыштың ұзындығының қандай бөлігімен тең екен? Жартысымен тең екен. Олай болса, 2-ге бөліп 20 сантиметр. Дұрыс тапқан болсаңдар, бір дөңгелекпен бағалаңдар. Балалар, егер сендерде циркуль жоқ болса, жіп пайдаланып, дөңгелек шеңбер суға болады. Барлығымыз мына қағазды үнемдеп керектену үшін мұнда дөңгелектің нүктесін қойдық. Енді тұйықтап түйген жерге инемізді салып, шаншиық астына жұмсақ нәрсе қойғам. Осылай біреуге көмектестіріп, қағазды айналдыртамыз. Үлкен кіші әртүрлі шеңберді сызып, оны дөңгелек пішінді болдырып, қиып, туынды жасауға болады. Мысалы, балалар, өздеріңді бағалаңдар.
Үй тапсырмаға оқулықтың 526-дан 528 есепті шығарыңдар. Сабаққа белсенді қатысқан балалар, сендерге рахмет. Сау болыңдар.